ассаламу алейкум деген кезде оны не деп қайтару керек? Уалейкум ассалам деп қайтарса, Расул айтты, 10 сауап деді. Уалейкум ассалам рахматулла десе 20 деді. Уалейкум ассалам рахматуллахи ва баракат деген кезде 30 деген Расул. Не үшін десе, Құрандағы аятқа амал істе, бұл асырғандықтан дейді. Мысалы, уалейкум ассалам десеңіз де болады. Бірақ ғалымдар соны айтады, негізі Құранға амал істеген жақсы еді дейді. Құранға қалай амал істейін десе, өткен Алла Тағала не деп айтты? Сендерге біреу жақсы сөз айтса, жақсы сөздің ең үлкені ассалам деп жатыр жерде. Яғни сендер оны қайтарған кезде қалай қайтарыңдар? Оны артығымен деді. Соны Расул айтты. Артығымен қосып біреу уалейкум ассалам десе, 10 деді. Рахматулланы қосса, және 10. Баракатты қосса, және 30 сауап болады деді, субханалла. Енді сәлем берудің үкімі не деген кезде, кейбір ғалымдар уәжіп деген, кейбір ғалымдар сүннет деген. Бірақ патуа. Неге сәлем беру сүннет болып бекітілді? Сәлем десің. Оны қайтару уәжіп болып бекітілді. Мысалы, бір адам бізге сәлем берсе, ол сүннет сауабын алды. Біз енді оны қайтармасақ, күнәһар боламыз бәріміз. Арамызда бір адам қайтарса, онда бәрімізден сол күнә түсіріледі. Және оны қайтарған кезде мына аятқа амал істеп, оны қалай қайтарыңдар дейді? Артығымен қайтарыңдар дейді. Артығымен.